Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, үйде жасалатын батон пісіреміз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз, алдағы жаңа рецепттерді бірінші болып біле аласыз. Ыдысқа жылы сүт, жылы су, сұйық май және бөлме температурасында еріп тұрған сары майды қосамыз. Оның үстіне тұз, қант және де құрғақ дрожжи саламыз. Сосын бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтындай болуы қажет, бірақ көп ұн салудың да қажеті жоқ. Рецептте берілген ұнның мөлшерінен асып кетпеңіз. Қамырымызды домалатып, бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз, көтерілгенше. Көтерілген қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Менде мына жерде 1 бөліктен үлкен бір батон жасадым, ал сіздер 2-ге бөліңіздер, өйткені қамыр қатты көтерілгенде пеште өте үлкен болып кетеді. Әр бөлігін орташа жұқалықта жайып шығамыз. Сосын бір шетінен рулет сияқты орап шығамыз. Пергамент төселген табамызға қойып, үстін кескілеп шығамыз. Сосын бетін орамалмен жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Бетіне жұмыртқа сарысын жағып шығамыз. Кескілеген жеріміздің барлығына бірдей жететіндей етіп жағамыз. Сосын қаласаңыз үстіне кунжут себуге болады. Бұл тек қалауыңыз бойынша, ол ешқандай да дәміне әсер етпейді. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, үлпілдеген нан піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.